Кеше бір министр айтты ғой, базар жоқ енді, бір ақылды министр екен, бір көреген, білімді деп айтсақ та болады. Базар жоқ біздің министрлерге ше. Көреген ғой базар жоқ, ақылы тасып тұр да. Битеді. Біздің қазақ халқы дейді, жалқау дейді. Еріншек дейді да. Өкіметке масыл дейді. Көрдіңіздер ма? Дұрыс айтып тұр ғой. Біз қазақ халқы жалқау деп дұрыс айтып тұр негізі ше. Мен неғып олай жалқау деп айта береді бізде деп ойласам. Былай екенбіз ғой, біз действительно жалқау екенбіз. Біз датабо жалқаулығымыз ұйықтауға ерінетін халықпыз ғой, датабо істейтін. Таңертең ерте тұрамыз да, жұмысқа кетіп қаламыз ғой, сағат 5-те тұрып жұмысқа кетіп қаламыз. 9-10-ға дейін жатуға ерінеміз ғой, ұйықтауға ше. Датабо сондай халық болып кеткенбіз. Біздің сонша еріншектігіміз суыт воскресеньеде демалмаймыз ғой. Демалуға да ерінеміз да. Сондай еріншекпіз. Көрдіңіздер ма? Мына жылына бір ай демалыс алып шетелге демалып қайтуға болады ғой. Оған да ерінеміз да. Еріншекпіз да. Бір отпускіге шығасың, бір 2 күн жатасың да, ары қарай питаққа жұмысқа кетіп қаласың ғой. Көрдің ба? Датабос депен. Мына тұңғыш президент айтты ғой, әрбір Қазақстан халқы дейді 500 мың айлық алады дейді. Көрдіңіздер ма? Беріп тұрған 500 мың теңгені барып санап алуға ерінеміз ғой. Барамыз, 100 мың теңгесін аламыз да. Қалтаға салуға ерінеміз ба, или портмонаға сыймай ма, 100 мың теңгесін аламыз да, болды. Қалған алмаймыз, еріншекпіз да. Көрдіңіздер ма? Сосын тегін беріп тұрған жерді алмаймыз ғой, көрдіңіздер ма? Барып жерге кезекке тұрамыз, 10 жыл жүреміз, 15 жыл sonra алмаймыз да барып. Алып үй салуға болады ғой, ерінеміз. Көрдіңіздер ма? Үй сатып алсақ та сондаймыз біз. Барып сразу ақшасын төлей салуға ерінеміз да, 20 жыл жүреміз. Созып ақшасын төлеп 20 жыл. Бірден төлеуге ерінеміз да. Көрдіңіздер ма? Өстіп, ерініп жүреміз да. Ең соңында өмір сүруге ерініп кетеміз да. Алаңға шығамыз да, оқ дейіп өле қаламыз.